болашақта мына сабақтардың барлығы жергілікті серверлік машинаға арналған болады. Біз барлығын өзіміз орнатамыз. Мынандай серверге барлығын өзіміз орнатамыз, барлық бақылау жұмыстарын жасаймыз. Біз тек қана осы жергілікті компьютерді инфрақұрылымға шолу жасаймыз. Олай болса, келесі сабақ осы желілік құрылым, инфрақұрылымды кішкене қарастырайық. 1С сервер машинасын сатып алатын болсақ, ұсынылатын желі құрылымы бізде бір серверлік машина керек. Ол жерде дерекқорлармен 1С платформа бағдарламасы орнатылады. Windows сервер машинасы программасы орнатылады. Біздің офисқа қажет әрине роутер мен свитчтар. Бұл бүкіл офистің local area network жергілікті желісін ұйымдастырады. Трафикті басқаруға мүмкіндік береді. Мысалы, бізде өте жоғары жылдамдықта 1 гигабит, 10 гигабит секунд жылдамдығында байланыс ұйымдастыру мүмкіндігі бар. Жұмыс станциялары керектігі түсінікті. Біздің жаңағы жұмысшыларға әрқайсысына жұмыста керек. Жаңағы компьютерлер, сондай-ақ принтер мен сканер жергілікті немесе желіге қосылған құрылғылар. Біздің жергілікті желінің IP желі мысалы, сондай-ақ 1С предприятие клиенттері бізде тонкий немесе толстый клиент орнатылады. Біз оған ұзақтан терминальный сервермен қосыламыз немесе общий папканы ретінде қосыламыз. Сонымен қатар қауіпсіздік үшін серверге кіру құқықтары мен резервтік жасау бапталады. Енді келесі бізде 1С серверді таңдау екен. Былай көрейік, мына жерде қараңыз, TP-Link компаниясы өзі осындай құрылғылар сататыны түсінікті. Сол компания мысалы мынандай шешім ұсынды дейік. Мысалы мен қазір мынаны аудара аламын деген көрейін. Translate қай тілге? Қазақ тілге таңдай аламыз ба? ОМА-да жергілікті жүйелерге сетевое решение ОМА-да для шағын және орта кеңселерге арналған ОМА-да желілік шешімі дейді. Бұл жерде мынандай офис бар дейік мысалы. Бізге бірнеше ОМА-да маршрутизаторлары және қосқыштар, коммутаторлар қажет болады. Оны орнатамыз. Бізге интернетке шығу мүмкіндігі болады. Одан кейін интернет арқылы қашықтағы қызметкерлер бізге VPN настройка жасаймыз. Осы құрылғыларда мысалы TP-Link'тің немесе Микротик, Cisco маңызды емес, жалпы VPN настройка жасалынады. Біздің ұзақтан кіру мүмкіндігі болады. Ал жергілікті қолданушылар олардың барлығы Wi-Fi құрылғылар арқылы кірсе болады, немесе тағы да коммутаторға бірден осы Ethernet кабельдерін жалғаймыз, және барлығы 1С серверге қол жеткізеді, және ол жоғары деңгейде байланыс болатын түсінікті. ОМА-да кеңсе желілері не әкеледі? Сізге негіз жаңағы сенімді кеңсе, қонақ Wi-Fi, IP телефондар болса, IP камера барлығын қосуға мүмкіндік береді деген. Шағын және орта кеңселерге арналған типтік шешім топологиясына және өнім ұсыныстарына назар аударыңыз депті. Мына жерде міне қараңыз. Бір маршрутизатор, негізгі маршрутизатор интернетке қосатын маршрутизатор болады. Төмен жағында коммутаторлар, одан кейін әрбір қолданушы жеке қосылатын телефон, IP камера, жаңағы принтер, Wi-Fi, access poinттар қосылуы мүмкін. Біздің қашықтан жұмыс жасайтын қолданушылар VPN мен кіреді 1С серверге. Мына жерде қолданылатын құрылғылардың нақты ақпараты да келтірілген екен. Біз былай істейік, 1С серверді, осы құрылғыны железоны таңдайық. Серверді таңдау нақты конфигурация мен бағасы келтірілген екен. Мысалы, ұсыныс ретінде сізге серверде қандай конфигурация болу керек. Мына жерде қазір бұл жерде ұсынысты бір оқып кетейік. Мысалы, сіздің 1С сервердің процессоры Intel Xeon процессорлары, осы серверге арналған процессор болу керек, немесе AMD Ryzen 5 процессорлары болу керек деген екен. Қараңыз, серверлік компьютер мен қарапайым компьютердің айырмашылығы неде? Серверлік компьютердегі процессорлар, олар осы нақты серверге арналған процессорлар болады. Олар 24 сағат тәулігіне жұмыс жасауға, 7 күн аптасына, жаңағыдай жылына 365 күн істеуге арналған. Ол жерде жүктемелер салынып, қызып кету, жаңағы серверде ол жерде қаншалықты нагрузка түскеннен кейін процессоры қатты қызатыны түсінікті. Олар соған арналған, олар бұзылмай тестлеуден өтеді бірнеше. Оның ішінде ең жоғары деңгейдегі процессорлар шығаратын осы Intel мен AMD компаниялары екені түсінікті. 1С сервердің жедел жады неғұрлым жұмысшы көп болса, соғұрлым көп болғанда жақсы. Мысалы, 9 жұмысшы үшін 32 гигабайт сервер керек. Және жинақтаушы, демек ол жерде қатқыл дискілер, SSD дискі міндетті түрде біреу керек. Ол жерге біз 1С программамен, операциялық жүйемен 1С программасын орнатамыз. Және қосымша бізге 2 hard диск керек болуы мүмкін. Бірнеше терабайттық, олар резерв пен архивтерді сақтау үшін. Желілік карта ол жерде міндетті түрде, әрине UPS, қуат көзі барлығы келеді. Және біздің 1С сервер шамаланған 1С сервер 500 мың теңге көлемінде болуы мүмкін. Мысалы, Lenovo компаниясының Tower серверлері, соның ішінде Lenovo Think System ST45V3 версиясын көрейік.
Бұл сервердің бағасы 700 мың теңге көлемінде екенін көреміз, және оның процессоры AMD EPYC процессорлар. Бұл осы нағыз серверлерге арналған процессорлар. Соның ішінде 4-ші буын 4124 4 ядролы 3.8 ГГц, неғұрлым ГГц жылдам болса, бұл 1С программасына жақсы. 4 ядрода бұл 9-10 жұмысшы үшін, одан 15 жұмысшы үшін мысалы өте жеткілікті. Серверлік процессорларда ядролардың саны көп болмайтыны түсінікті. Ол жердегі серверлік процессорлардың негізгі артықшылығы басқа қасиеттері негізі. Бұл жердегі жедел жадының жалпы саны 16 гигабайт деген екен, отына 32 гигабайтқа дейін көтеруге болады. Сондай-ақ қатқыл дискілер саламыз, бұның қуат көзі, форм-фактор барлығы дайын, қарапайым компьютерге ұқсайды. Алайда бұл шешім Lenovo'ның серверлік машинасы болып есептелінеді. Бұл жерде қараңыз, ішкі құрылымына назар аударамыз. Бұның барлығы жоғары деңгейдегі аналық плата, материнская плата, сондай-ақ желдеткіштер, қоректендіру блоктары, біздің дисклер, SSD, hard дисктер салынады. Одан кейін жалпы айтайын дегенім, бұл серверлік машиналар қарапайым компьютерлерге қарағанда нағыз тоқтаусыз, үздіксіз жұмыс істеуге арналған құрылғылар болып келеді. Енді мынау жаңағы тура осы Lenovo Thinks System ST45V версия үшін конфигурацияны жаңа көрсеткен екен. Оның барлығын мен сіздерге айтып кеттім. Соның ішінде бізге 2 сақтау құрылғысы керек. Бір SSD диск мысалы 500 гигабайт. Сонымен қатар 2 hard дискі керек, 2 терабайттық. Ол жерге біз жаңа айтып кеткен деректермен резервтік көшірмені жасаймыз. RAID контроллер бұл машинада автоматты түрде басында орнатылып келеді. Қазір артық парақшаларды жауа салайын. Бұл компьютерде RAID контроллер болады. RAID контроллер деген әрине кейбіреуге түсініксіз болса, бұл біздің деректерді жоғалтпау үшін арналған негізгі құрылғы. Міне қараңыз, мына жерде жазылғандай, резервтік көшірме жазылу үшін, деректердің қауіпсіздігі үшін біз ол жерде RAID бір конфигурациясын жасаймыз, зеркало, mirror, одан кейін біздің деректер жоғалмайтын болады. Мысалы, мына жерде жазылып кеткен екен, мысалы RAID 1, зеркало, mirror не үшін қажет? RAID 1 бұл деректердің бірдей көшірмесін 2 дискіге жазу әдісі. Бұл кезде дисктердің бірі істен шыққан жағдайда, бір диск бұзылып қалған жағдайда, екіншісімен жүйе жұмысын жалғастыра береді. Былайша айтқанда, жаңағы кез келген сақтандыру құралдары болады, сол сияқты 2 бізде дискі болады, біреуі бұзылған жағдайда ары қарай жұмыс жасап кетеді. Бұл жерде бухгалтерлік база мен басқа да құжаттар жоғалмайды. Windows сервер және 1С резерв көшірумен бірге барлығы жұмысын ары қарай істеп жалғастыра береді. 1С серверлік машиналарында біздің Windows сервер операциялық жүйесі, 1С сервер программасы барлығы SSD дисклерге орнатылуы керек, себебі SSD дисклер бізге жоғары жылдамдықты қамтамасыз етеді. Мысал ретінде ұсынылған SSD дисклердің фирмаларын мына жерде келтірген екен. Жүйелік дисклердің, соның ішінде мысалы Samsung компаниясының қазіргі SSD дисклер көбісі түсінікті. Әзірге 500 гигабайт, 1 терабайт көлемінде келіп жатады. Оның SATA интерфейстерінің жылдамдығы өте жоғары. Оның шамамен бағасы 35 мың теңге көлемінде деген екен, және бұлар серверге арналған ұзақ қызмет ететін арнайы серверлік SSD жүйесі, дисклік жүйесі болып саналады. Сондай-ақ бұл жерде Kingston компаниясы да жоғары деңгейдегі SSD дисклерді шығаратын компания. Crucial компаниясы да, бұл американдық болу керек негізі. Crucial өте жоғары деңгейдегі жедел жадтылары, сонымен қатар осы SSD жүйелік дисклерін шығаратын брендтік компания. Ал енді hard disk драйвқа келетін болсақ, бұл бізге дисктердегі барлық ақпараттарды сақтау және резервтік көшіру үшін бізге hard диск керек. Hard дисктердің негізгі айырмашылығы олардың сыйымдылығы жоғары. Көп жағдайда 2 терабайт, 4 терабайт, тіпті 8 терабайт көлемінде болып жатады. Және бұл жерде шығарушы ең жоғары деңгейдегі модельдер Western Digital компаниясы, соның ішінде Red, Blue деген өзінің дисклері бар. Олардың айналу жылдамдығы мына жерде көріп отқандарыңыздай 5400 айналым минутына, оның бағасы шамамен мынанша теңге деп жазылған екен. Сонымен қатар Seagate компаниясы, Toshiba-да бұл жоғары деңгейдегі брендтік hard disk драйв шығарушы компаниялар. Енді біз жалпы осы Қазтехно компаниясы бізге ұсынылатын компаниян бір SSD дискіні сатып алуымыз керек, бір дана
480 гигабайттық және 2 Western Digital Red Plus деп аталынатын 2 hard disk драйвты сатып аламыз. Сонымен бізге жалпы құны мысалы тағы да айта кетейін, ChatGPT-дің ұсынған бағалары өте төмен. Бұл негізінде 200 мың теңге. Серверлік дискілер жалпы қымбат тұрады. Серверлік дискілер және бұның бағасы 200-300 мың теңге көлемінде болса, еш таңғалмаңыз. Себебі деректер біздің жұмысымыздың, бизнесіміздің ең негізгі құраушы бөлшегі. Біз ешқашан ақпаратымызды, 1С базамызды, құжаттарымызды, резервті көшірмелерімізді жоғалтпауымыз керек. Сондықтан жоғары сапалы, сапасы да өте жақсы деңгейдегі дискілерді сатып аламыз. Енді бізге программалық жабдықтарға көшкен екен. Олай болса келесі сабақта Windows сервер операциялық жүйесін қарастырайық.